Жылдам хабарнама. Қазақстан Республикасы Денсаулықты сақтау министрлігі су тұтыну туралы бірнеше ережелерді айтты деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Таза судың ағзаға тигізетін пайдасы туралы іс жүзінде бәріміз де білеміз, бірақ әркім әртүрлі алмастырғыштарды таза отырып, суды тұтыну нормаларын ұстанбайды. Су ағзадағы қоректік заттарды тасымалдайды және токсиндерді келтіреді. Дене температурасын реттейді, майды рөлді атқарады. Тыныс алу жүктерін қорғайды. Судан басқа, ол біздің денеміздегі көптеген химиялық реакцияларға қатысады. Сонымен бір күн бойы қанша су ішу керек? Ересек адамдар тіпті қозғалмаса да тыныс алу, тағамды қорыту және терлеу арқылы күніне 1,5 және 2 литрге дейін су жоғалтады. Осы 1,5 литр судың 2 литр судың орнын толтыру керек. Ыстық климаты бар өңірлерде спортшылар мен тұтынғыштар суларды аулақ болу үшін олардан одан да көп су тұтыну керек. Ғылыми ұйымдастырушылардың жалпы ұсыныстарына сәйкес дені сау ересек адамдар дене салмағының әр килограммына 35 миллиграммнан су қажет. Салмағы 50 килограмм адам үшін 1,7 литр су, 60 килограмм адам үшін 2,1 литр, 70 килограмм адам үшін 2,4 литр, 80 килограмм адам үшін 2,8 литр су қажет. Негізгі ереже салмақтың неғұрлым көп болса, соғұрлым көп су ішу керек. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.